апай Ханталапай ойнайыншы. Жарайды балам, ойнаса ойнайын. Онда балам достарыңды шақырып келе ғой. Сен достарым шақырып. Ал балалар Ханталапай ойын ойнайды. Дайынсыңдар ма? Олай болса балалар сендерге Ханталапай ойынның ережесімен таныстырып өтейін, иә? Ханталапай ойын ойнау үшін балалар бізге асық керек екен. Міне, асық керек екен. Көп бірнеше асықтар керек екен. Мына қоржынның іші тола асық екен балалар. Енді қараңдар балалар, асықты біз қайдан аламыз? Дұрыс айтасыздар. Қойдың асықты жілігінен асықты алады екенбіз. Біздің аталарымыз, осы асықты тазалап, арнайы бізге ойнау үшін тазалап кептіріп қояды екен. Көрдіңдер ме? Осы асықтың барлығын біз қойдың асықты жілігінен алады екенбіз. Енді қараңдар балалар, асықтың жататын тұстары болады. Қараңдар. Мына бүйтіп жатқан кезде бұны біз альшы деп айтамыз. Өте тамаша. Ал лақтырған кездегі түскен мына асықтың қалай айтамыз құрысын? Тәйке деп атайды екенбіз. Балалар бұлай түскен асықты бүк деп атайды екенбіз. Қараңдаршы, көрдіңдер ме? Бүгінен жатқаннан кейін бұл асықты бүк деп атайды екенбіз. Ал келесі асықты иіріп лақтырған кезде осылай түссе, бұл асықтың жатысы шік деп атайды екенбіз. Шік, көрдіңдер ме балалар? Есімізге сақтап аламыз. Төрт түсі болады екен. Альшы, тәйке, бүк және шік екен, иә? Көрдіңдер ме балалар? Ал енді балалар Ханталапай ойынның ережесін сендерге айтып берейін. Балалар, бізде асықтар болады. Осы асықтың ішінде тек қана қызыл асық, бұл хан асығы болады екен. Хан асығы. Енді қазір осы қоржындағы асықтарды лақтырамын, мен ортаға шашамын. Сол кезде сендер асықты кім бірінші хан асығын алады, сол ойынды бастайтын болады. Ал алып болғаннан кейін асықтарды санаймыз. Тек қана өздеріне бір-бір асықтарды саға сайлап аласыңдар, ал қалған асықты мұнда тиетін боламыз. Ал тігіп болғаннан кейін қызыл хан асықты алған бала бірінші бастауыш болады. Қалған асық, екінші, үшінші бала кімнің асықты көп жинайды, сол бала кезектесіп екінші, үшінші болып ата береміз. Енді бала хан асықты, хан бастайды бірінші, хан асығын алған бала. Сол асықты атып жатқан кезде аталмай қалса, мен оған сұрақ қоямын, екінші мүмкіндік беремін. Ал ол сол мүмкіндікті пайдаланып сұраққа жауап беретін болса, асықты ату мүмкіндігін алады. Ал сұраққа жауап бере алмай қалса, келесі бала сұраққа жауап беруге болады. Бұл жерде де бала асықты кім көп жинайды, сол жеңімпаз атанады екен. Түсінікті ма балалар? Ойынды бастаймыз ба? Ал олай болса мен қазір қоржынды араластырып лақтырамын. Талапай, ойын басталды. Алақай! Хан асық кімде екен? Хан асық Нұрисламда екен. Нұрислам ойынды бастайды. Біз сақан алып қаламыз. Нұрислам бастайды. Өйткені ол хан асығын алды, иә? Ал енді еңкейеміз, дәлдеп тұрып хан асықты атамыз. Ой, асық не істеді? Тиме қал. Ал енді мен кімге бір мүмкіндік беру үшін Нұрисламға сұрақ қоямын. Нұрислам, айтамашы, біздің ұлттық ойындарымызды білесіз бе? Қандай ойын? Асық, тағы да арқан тарту ойыны дейміз, иә? Арқан тарту ойыны. Арқан екен, тағы да біліп айтсын. Ой, жарайсың, қане деп асық ала ғой, тезде. Келесі, Абай, атамыз. Ой, жарайсың, Абай алып кетеді, Ой, жарайсың. Ал келе ғой, ерғанаттың кезегі келді. Отырып, қазір дейміз қа. Ой, жарайсың. Ал, асық жинаймыз. Ал енді балым қызымыз атамыз дейді, келе атам. Ой, бұл балымға енді сұрақ қояйын, иә, екінші мүмкіндік берейін. Қаны балым, асықты қайдан аламыз, балым айта қойшы? Сиырдан, қойдан. Қойдан алады екенбіз, сиырда да бұл асықтар болады екен. Дұрыс айтасың, қойдан алады екенбіз, өте тамаша. Енді кімге балымға тағы да екінші мүмкіндік берейік та? Дәлдеп тұрып атамыз, тигіземіз. Ой, тиме қалды. Келесі бізге Абай атады. Ой, жарайсың, Абай. Асығымыз кәні атып Ханталапай ойын ойнап тұрды. Енді кім қанша асық жинаған? Қан бәріміз қояқшы, кім жеңіске жеткенін білейік, санайық. Менікі 5. Сенікі 5 асық екен. Нұрислам, сенікі неше асық? Нұрисламдікі 3 асық. Алинұр, сенікі неше асық? 2. Көп асық кімде екен? Абай, сенде қанша асық? 3, 4, 5, 6, 7, 8 асығы бар екен. Ерғанатта 3 асық, балымда неше асық? 2 асық. Балалар, кім жеңіске жетті? Бізде жеткен жеңіске Абай екен. Балалар, сендерге ойын қызық болды ма? Иә, балалар. Енді тағы да Ханталапай ойын ойнап тұратын боламыз, иә? Жарай ма? Бүгінгі жеңіске жеткен Абай екен, иә? Бәріміз Абайға қазір қошемет тұрайықшы. Қайтыңдар. Онда балалар, сау болыңдар. Келесі кездескенше.